Мен үйдің тұңғышымын. Өзімнен кейін інім мен сіңлім бар. Арамыз 2 жас. Қазір өзімнің кім екенімді білмейтін, өзімді жоғалтып алған жанмын. Өткен өмірімде сәулелі сәттер аз. Қорлықпен басталған өмірім, қорлықпен жалғасып жатыр. Көп созбай, бәрін басынан бастайын. Менің әкем ауыл аймаққа сыйлы, ал мен үшін бір тиындық қадірі жоқ адам. Жұмыс басты болатын. Оның жанында біз кінәлі сезімде жүретінбіз. Себебі екі сөзінің бірі ішкендерің алдарыңда, ішпегендерің арттарыңда. Ауылда қаншама адамның жағдайы жоқ, ал сендер болса, былшылдатып ет жеп отырсыңдар дейтін. Сол кезде бойымда қалған қорқыныш өзімен бірге әлі ілесіп келеді. Қазірдің өзінде үйге ет сатып алсам, міндетті түрде көршіге не туысқа бөлсемін. Олай етпесем, ас батпайды. Ал шын мәнінде ет бөлісетін жағдайда емеспін. Есімде, үйіміздің бір бөлмесі дүкен болатын. Ауылдағы адамдар қарызға азық-түлік алып, жалақы, зейнетақы түскенде жинап беретін. Бірде үйдегі дүкеннен кәмпит алып жедім. Дәлірек айтқанда ұрлап жедім. Себебі дүкен сөресі толып тұрса да, бізге ештеңе алып жеуге рұқсат болмайтын. Оны көріп қойған әкем қолына шеге алып, менің алақанымды шегенің ұшымен ұрғылады. Тамырыңды үзіп жіберейін бе, кәмпиттен өлдің бе? Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда. Әкем айғайға басып, алақанымды шегемен тесіп жатыр. Өмірімде бұлай қорланып көрмеппін. Ол кезде небәрі 4-5 жастамын. Өз үйімде тұрған кәмпит өзіме арман болатын. Бірде жол бойында ауладағы балалармен ойнап жүрдік. Мектепке барамын деп жүрген жыл. 6-7 жас шамасындамын. Бір кезде қасымызға бейтаныс аға келді. Ойнап жүргендер арасындағы ең кішкентай мен екенмін. Аға маған кәмпит берді. Үйде тағы кәмпит бар, жейсің бе деді. Ол маған жымия қарап. Мен де оған жымиып қарадым. Бала көңілім еш жамандықты сезбеген екен ғой. Ол мені жетектеп алып кетті. Басқа балалар қайда барасыздар деп сұрағанда жоқ. Ары қарай не болғаны есімде емес. Арманға айналған кәмпитке алданып, соңынан еріп кеткен болуым керек. Есімде қалғаны, мен оның үйіндемін. Ол мені шешіндіріп, ұятты жерімен ойнады. Сен қорықпа, үлкейгенде сен де осылай ойнайсың. Бұл ойын ғана, екеуміз білетін ойын. Басқа ешкімге айтпай жарай ма, деді ол басымнан сипап. Мен дыбыс шығармай жатырмын. Бойымды қорқыныш үрей билеп жатыр. Бұл жерге қалай келіп қалғанды өзім түсінбеймін. Бір кезде ол әуретті жеріме пышақтың сабын тығып алды. Жаным көзіме көрінді, баж ете түстім. Аға терезедегі пердені жаппаған екен. Жылаған күйде терезеге қарасам, жол бойында менімен ойнап жүрген балалар бізге терезеден қарап тұр. Ағаның көзі де терезеге түсті. Балалар жан-жаққа қаша жөнелді. Аға далаға атып шықты. Әрі қарай не болғаны есімде жоқ. Мен болған жайды ешкімге айтпадым. Бізді көрген балалар да ешкімге тіс жармаған сияқты. Әйтеуір, еске алғым келмейтін сол оқиға балалардың көріп, қашып кетуімен аяқталды. Көрші аға маған не істеген білмеймін, бірақ жақсы нәрсе істемеген анық. Осы оқиға мектеп бітіргенше миымнан шықпай қойды. Айтатын ешкім жоқ. Іштей құса болып жүрдім. Арымды, абыройымды ойладым. Енді маған кім қарайды? Пәктігім жоқ деп қайғыратынмын. 11-ші сыныпта аяқтағаннан соң қалаға оқуға түсуді жоспарладым. Мамырдың аяғы еді. Маған қалада 3-ші курста оқитын ауылдасым келді. Серуендеп қайтуға шақырды. Ол жігітті ұнатсам да тұрмысқа шықпайтынымды білетінмін. Себебі бала кезде қандай жағдай болғанын оған қалай түсіндірем? Маржан, мен сені оқушы кезде ұнататынмын. Айтуға батылым бармады. Өзің сабырлы, салмақты қыз едің ғой. Қасыңа жақындауға ұялатынмын. Енді батылдық жинап саған арнайы келдім. Серуендеп жүрген жеріміз ауылдағы саябақ. Саябақ деген аты болмаса әткеншек те алтыбақанда жоқ. Қаумалап өсіп тұрған ағаштар ғана. Ниетіңе рахмет, Алмат, бірақ менің тұрмысқа шығатын ойым жоқ. Оқуға түсем, қалаға кетемін дей бергенім сол еді. Алматтың көзі шатынап, маған ашуланып қарады. Шошып кеттім. 5 минут бұрын қасында тұрған Алматпен, дәл қазір көріп тұрған Алмат екеуі екі түрлі адам сияқты. Қалаға кетсең бұзылып кетесің. Бұл жақта бұзылған қыздар көп, сондай болып кетесің. Мен оның не айтып тұрғанын түсінбей, аң-таң болып қалдым. Ойымды жинақтап үлгергенім жоқ. Бетімнен шапалақпен сарт еткізді.
Оның шапалағы есімнен тандырды. Оянсам, жерде жатырмын. Алмат маған қарап тұр. Көзіне қарасам, адамның көзіне ұқсамайды. Ашуға булығып тұр. Маржан, сен онсыз да бұзылған қыз екенсің ғой, деді ол маған. Не деп тұрсың, Алмат? Не болып кетті, дедім. Сен онсыз да сайқал екенсің деймін. Не деп тұрсың? Не деп? Көзімнен аққан жас таусылар емес. Ішім бір сұмдықтың болғанын сезіп тұр. Мен істерімді істеп алдым саған. Сен пәк емессің ғой. Не дейсің? Сен не деп тұрсың? Мен сені түрмеде шіртем, көрде тұр. Қайдағы түрме? Осы жағдайда тіс жарып айтсаң біттің дей бер. Әкеңді бәріміз білеміз, өзге түгіл. Өз туысын аямайтын адам ол. Жаныңды шығарады. Осынша қорланатындай не жазым, не кінәм бар, не күнәм бар. Неге менің өмірімде осылай болып жатыр? Күндер өте берді. Оқуға дайындалатындай күш-қуатым жоқ. Бар ойым жанымның, тәнімнің қорланғаны. Оқуға да түсе алмадым. Бастық болып жүрген кезінде мейірім төкпеген әкем қазір маған қайдан мейірім төксін? Тағы бір жыл дайындаласың. Ақылы бөлімде оқытуға ақша жоқ. Әкең бұрынғыдай бастық емес, қарапайым зейнеткер, деді. Ауылда қалғым келмейді. Бұл өлкеден ұшып, қайтып оралмастай кетсем ғой. Көктен тілегенім жерден табылады деп кім ойлаған? Бір күні үйге әкемнің сыныптасы, бала күннен бірге ойнаған досы келді. Оқуға түсе алмағанымды естіп, Маржанды мен алып кетейін, үйге бала-шағаға қарап бір уақыт тамағын дайындап беретін адам керек. Мен де әйелім де жұмыс басымыз ғой. Ұлда келін де жұмыста. Немерелеріме қарайтын адам керек. Бос уақытында оқуға дайындалсын. Үй деген кең. Сенің қызың менің қызым емес пе? 18-ге толтырып, оқуына түсіріп, үмітіңді ақтатып бермесем, несіне дос болып жүрміз, деді. Қуанышымда шек жоқ. Тек әкем рұқсат етсе екен деген тілек қана. Көз алдымда үміт сәулесі көріне бастады. Әкем рұқсат етіп, оның досымен қалаға кеттім. Ал нағыз қорлық осы кезде басталады деп кім ойлаған? Әкемнің досының үйі расымен еңселі, әрі кең, әдемі екен. Әдемі болған қайтейін, ішінде бақыт жоқ екен. Әйелі үйде жоқта ол мені мазалайтынды шығарды. Бірде ол, қызым, сен менің әйелінің жас кезіне ұқсайды екенсің, деді. Ол не дегеніңіз, аға, дедім мен, бір жамандықты ішім сезгендей болып. Көңіл жарастырсақ қалай, оқуыңа да түсірем, керегіңді де алып берем, ақ дегенің алғыс, қара дегенің қарғыс болады. Аға, сіз не айтып тұрсыз? Түсінбедім, ішім алай-дүлей боп барады. Нені түсінбедің? Түсінбегенде бола қалмаш деп ол мені аймалай бастады. Аға, қойыңыз, әкем айтам. Әкеңді тірідей көмбекпісің? Бірі білсе бәрі білет. Бүкіл ауыл аймақ әйгілі болып, жүрегі тоқтап қалсын дейсің бе? Ет жүрегім езіліп барады. Өзімді қоярға жер таппай тұрмын. Әкемнің досы өз дегенін істеді. Істеді де, қызым-ау, арыңды таптатып қойыпсың ғой. Саған жолауға ұялып едім, өзіңде пәк қыздай сызылып жүресің. Осынша қорлық көргенше өле салсамшы. Ес білгелі қорлық көрген дене соған үйреніп қалама. Әкемнің досының қорлығына шыдап жүре бердім. Әйеліңізден ұялмайсыз ба? Жоға, ол өз туыстарымен басы қатып жүрген адам ғой, менде шаруасы жоқ. Әйелі мені қызындай көреді. Оның көзіне қарауға ұялам. Кейде маған жұрт бізге байғуатты деп қызығатын шығар. Үйдегі ағаң қызғымар, көзіме талай шөп салып жанымды жаралады. Балалар үшін, немерелер үшін тұрып жатырмын. Кетіп қалғымақ келеді деп мұң шақты. Ондай кезде өзім кірерге тесік таппай қалам. Бірнеше ай бұрын кеудесі арманмен үмітке толған, оқуды армандаған қыз едім. Қалайша қас қағым сәтте бақытсыз, бейшара, қорғансыз күйге түстім екен. Арада жарты жыл өткенде дүкенге Алмат келді. Көзім шарасына шығып кете жаздады. Неге келдің? Кет, көзіме көрінбей, дедім. Кешірші мені, Маржан, мен көп ойландым, көп толғандым. Маған бір мүмкіндік берші. Өткен өмірім үшін менің алдымда жауапты емессің. Мен ойланып қалдым. Алдымда тұрған мына адамды жақсы көрмеймін, себебі оянып келе жатқан сезімді өзі суытқан. Еркімнен тыс қорлады. Бірақ жас тәнімді шалға да қорлатқым келмейді. Барар жер, басар тауым жоқ. Барғым келмейтін бір жер болса, ол ауылым. Көргім келмейтін бір адам болса, ол әкем. Әкемнің қаталдығы болмаса, басымнан сипап, кәмпит ұсынған азғынның артынан кетіп қалмас едім. Әкем мейірімді болса, осы жағдайдың ешбіріне тап болмас едім. Әкем қалай ұрсып, ұрып соғып өсірді, дәл сондай жігіт тап болды. Әкем қамқор жан болса ғой деген адам әкемнің досы болып кезікті. Бірақ
ол да қорлады. Тегін дүние жоқ екен. Алматқа мүмкіндік берем деп шештім. Себебі бұл жерден қашып кетудің мен үшін жалғыз амалы осы ғана. Алмат, саған мүмкіндік берем. Егер дәл қазір алып кетсең, ойлануға 1 минут қана уақыт берем. Алматтың қуанышында шек жоқ. Ойланбастан келісті. Автобуспен ауылға жол тарттық. Бұл жолы мен қатыгез әкенің қызы емес, өзге әулеттің келіні болуға бара жатырмын. Өзімді қорлаған адамға жар болуға. Мені алып қашқанын естіп соңынан қуғыншылар келді. Алмат 4 ағайын. 4-еуі де ұл. Кенже ұл ғана оқушы. Қалған 2 ағасы отбасылы. Бәрі бір шаңырақ астында тұрады екен. Бала кезден у-шу болып өскен мен ересек өмірімде де осылай у-шу болып жүргім келмейді. Алматқа үйленген соң бөлек шығармыз дедім. Жоға, бір шаңырақ астында тұрамыз. Бір шаңырақ астына 2 абысын сыйғанда сен сыймайсың ба деді. Көңіл күйім бұзылып кетті. Абысындарым осы үйге келгелі қорлық көріп келе жатқанын, 2-3 баласымен шұбырып төркініне қайтып кете алмайтынын айтқан. Олардың басына түсетін күн менің де басыма түсетінін біліп, жүрегім ауырды. Қуғыншылар келгенде үйге қайтатынымды айттым. Қуғыншы боп келген туысқан ағам, бұл туралы алып қашпас бұрын ойлануың керек еді. Кіммен қарайдың, сонымен ағар. Үйге қайтып келсең, әке-шешең кешірмейді деді. Осылай қорлыққа толы өмірім басталды. Жолдасым ішетінді шығарды. Жұмыстан кейін достарымен кездесіп, түн ортасында келеді. Аяғым ауыр болып, ай күнім жақындап қалса да, ол келгенше ұйықтамай күтіп отыратынмын. Көзім ілініп кетсе, үйіме келген ол бір теу оятатын. Таңертеңде одан бұрын оянып қоюым керек. Олай болмаса, шынтағымен бүйірімнен түртіп қалатын. Күндердің бір күнде шыдамым таусылды. Үйден қаштым. Қайда қашып бара жатқанымды білмеймін. Төркініме бармасым анық. Ол жақта мені күтіп отырған ешкім жоқ. Жолдан көлік тоқтатып, қалаға кетем деп шештім. Қалада да мені күтіп алар ешкім жоқ. Қалтамда ақша да жоқ. Қайда қашып бара жатқаным белгісіз. Әрі қарай қалай күн көретінімді де білмеймін. Мың сан ойдың шырмауында келе жатқанда толғақ басталды. Жолда тізіліп тұрған көп бағаның бірін ұстап алып, не ары, не бері жүре алмай тұрмын. Сол кезде қасыма көлік тоқтап, айналайын, боранды күні не істеп тұрсың деді. Аға, толғақ. Көліктен жүгіріп шыққан ол мені перзентханаға жеткізіп салды. Дүниеге қыз бала келді. Ең алдымен енеме хабарластым. Бір тәулік толғаттым. Сол уақытта ешкім келіп халімді сұрамады, хабарласпады да. Намысым жерге тапталып тұрса да, енеме қайта хабарласып, халіңіз қалай? Мен қызды болдым дедім. Қызды болсаң қайтейін? Жер бетінде бала тапқан жалғыз қатын сен бе? Үйден қашып кеткеніңді бүкіл ауыл шулап айтып жүр. Перзентханадан анам шығарып алды. Үнемі маған көңілі толмайтын әкем осы жолы аузына құм құйылғандай болды. Көңілі жабырқау, ештеңе сұраған жоқ. Бұрынғыдай ақылында боратқан жоқ. 6 ай мен үшін 6 ғасырдай өтті. Қызымның бетіне қарағым келмейді. Аналық махаббатым оянбады. Анам емізуге алып келеді де өзінің бауырына басып жатады. Ішімнен қасыма мүлде алып келмеуін тілеп жатам. Осындай жағдайымды көріп жүрген оған да оңай емес. Бір күні ол маған қызым сөйлесейік деді. Келістім. Жанарына жас толған ол, сенің осындай күйіңді көру бізге оңай емес. Еңсесін тік ұстап жүретін әкең де жатып қалды. Бұлай жалғаса беруге болмайды. Қызыңды біз бауырымызға басайық. Сен оқуға түс. Қазір не көп? Психолог мамандар көп. Елдің бәрі арнайы маманға барады екен. Соларға бар, шер тарқат, сырыңды ақтар. 20-дан енді ғана астың. Бүкіл ғұмырың алда. Біздің заман басқа заман болды ғой. Ештеңеге қарамай, бәріне шыдап жүре беретінбіз. Мен жүрген жолмен сенің жүргеніңді, мен көрген қиындықты сенің де көргеніңді қаламаймын. Оқы қызым, мамаммен жұмыс істе. Өмір бойы мен армандаған ана дәл қазір көз алдында отырғанына таң қалдым. Әкемнен қорғанмайтын, назар аудармайтын анам дәл қазір маған үлкен жауапкершілікпен, үлкен жанашырлықпен қарап отыр. Әрине, мен бұл мүмкіндікті пайдаланам. Психологпен кездесуге уақыт белгіленді. Маман менен қандай мәселемен келгенімді сұрады. Мен оған, өзгенің көңіліне қарап өмір сүруден шаршадым. Өзгелер мен туралы не ойлайды деп ойлаудан шаршадым. Өзімнің қателерім үшін өзімді іштей жеуден шаршадым. Өзім қалаған емес, өзгенің қалаған өмірін
сүріп келе жатқаннан шаршадым. Үнемі әлденені күтіп жүруден шаршадым. Артыма қарап өмір сүруден шаршадым. Алдымнан жарқ еткен сәуле көргім келеді. Енді ешкімге ар намысымды таптатқым келмейді. Енді ешкімге мен үшін шешім қабылдатқым келмейді. Күндердің бір күнінде өзім дұрыс деп ойлаған шешім қате болып шыққанына өзімді жазғырмаймын деп шештім. Сол кезде қайырлысы сол болады деп ойлағанмын, бірақ олай болмады. Сол үшін өзімді жазалап, өзімді шек көргім келмейді. Өзімді жазғыруға, жазалауға, жақсы көрмеуге нүкте қойғым келеді. Өмірімнің жаңа парағын ашқым келеді.